Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай дайындалатын рогалики печеньесін дайындайтын боламыз. Өте нәзік, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Салмасына кез келген зат сала берсеңіздер болады. Вареная сушонка немесе творог, және де варенье салсаңыздар болады. Мен алмадан дайындайын деп шештім. Қысып тұрған табаға алдымен қант, сармай, үстінен теркадан өткізілген алмамызды саламыз. Мұнда 3 алманы теркадан өткіздім. Осылай араластырып тұрамыз. 4-5 минут шамасында дайын болады. Дайын болған салмамызды бөлек ыдысқа салып суытып қоямыз. Суығанша қамырын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп аламыз. Салқын сармаймызды ұнымызбен араластырып, үгітілмелі қамыр дайындаймыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді үстінен қаймақ, 1 жұмыртқа және де қант саламыз. Үстінен шай қасық сода салып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырды бірден жая береміз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз алдымен. Мен 6 бөлікке бөлдім. Ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Осындай жұқалықта жаямыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Пышақпен осылай кесіп, ортасына салмамызды салып, рогаликімізді дайындаймыз. Каналыма жаңадан келген оқырман болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Каналымнан түрлі тегін мастер-класстармен және де оңай дайындалатын тағамдардың түрлерімен сіздермен әрдайым бөлісіп отырамын. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді, өздеріңіздің рогалики дайындау тәсілдеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Мінекей рогаликіміз осылай болып шықты. Барлығына осылай салмамызды салып орап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайын болған рогаликінің үстіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Тек қантты бетіне сеуіп, осылай қызып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Рогаликіміз дайын болды. Өте нәзік, қамыры үгітіліп тұрады. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап, өздеріңіздің пікірлеріңізді астына жаза кетіңіздер. Қараңыздар қандай нәзік болып шыққанын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.